Мемлекеттік қызмет істері агенттігінде еліміздің HR мамандары үшін ашық есік күні өтті. Іс-шараның мақсаты кадрлық процестерді цифрландыру бойынша заманауи құралдармен бөлісу және мемлекеттік қызмет саласына инновациялық HR шешімдерді енгізу бойынша тәжірибе алмасу. HR қызметінің өкілдері мен сарапшылары қатысқан шарада агенттік төрағасы Дархан Жазықбай цифрлық трансформациялаудың маңыздылығына тоқталып, мемлекеттік және жекеменшік секторлар арасындағы HR әріптестігін нығайтудың өзектілігін атап өтті. Бүгінгі күні осы барлық жеке сектордан және де HR мамандардың барлығын осында жинап, бүгінгі агенттіктің негізгі жасалынып жатқан жұмыстарымен және адами ресурстардың ары қарай дамыту, оның біліктілігін арттыру, немесе жеке сектордан мемлекеттік қызметке тарту, білікті мамандарды тарту бойынша үлкен жұмыстарды атқарып жатырмыз. Соған байланысты сол ойларымызбен, тәжірибелерімізбен бөлістік. 2026 жылдан бастап біз толыққанды мемлекеттік қызметке барлық тәртіптерін, заңдарды өзгерте отырып, мемлекеттік қызметке тек қана онлайн түрінде қабылдаймыз. Яғни бұл біздің цифрландырудағы алғашқы жүргізіліп отқан қадамдарымыздың бірі. Мұндай іс-шаралар мемлекеттік басқарудағы ашықтықты арттырып, HR саласындағы кәсіби диалог пен серіктестікке жол ашады.